Әйгілі үндістердің кинолары 20 ғасырда үнді кинолардың тең жарты уақыты билер мен әндер алып отырған. Және сюжеттік кенеттіктер фильмнің соңында барлығы бір-біріне туысқан болып шығатын сәттер. Ал одан кейін үндістер арнайы эффект қолдануды үйренді. Сәлем әлем, саяхат YouTube арнасына қош келдіңіздер. Қазір мен сендерге үндіс фильмдердегі ең сұмдық әрі басқа қонбайтын қызық сәттерді көрсетемін. Ал кеттік. Алдымен осындай қызық сәттен бастайық. Бірақ мені қызықтыратыны осы сәт. Ол машинаның капотына момент-клей жағып алды ма түсініксіз. Физикалық инерциямен оны қалай машинаның үстінен лақтырып тастамаған? Және ең соңында қыздарға қарап күлімсіреп қояды. Боксер деген фильмде түрмеде отырған жігіттердің төбелесі қызық. Олар бір-бірін саусақ ұшын тегізбей зақымдайды. Әлде олар аяқ қолдарымен жылдам қимылдайтыны соншама, қимыл кесірінен кеткен ауа арқылы ұрады ма? Сексен төртінші жылдары арнайы эффект болмағаны сияқты, бірақ сонда да осындай қателіктерді жібере алған екен. 2010 жылы үндістер американдық терминаторына сүйене отырып, өздерінің терминаторын шығарған. Әсіресе оның ұсқыны қызық. Американдық терминаторды жасаған Джеймс Кэмерон деген режиссер тыныш отырып жылап отырған шығар. Үндіс фильмдердің басты кейіпкерлердің көбі физиканың заңын менсінбейді. Мысалы, осы жігітке қолдары керек емес. Ол үндіс пойыздарда көп жүріп қойған сияқты ғой. Ол қолдарын арқа кедергі болмасын деп алып тастағаннан кейін, оның дұшпаны шошынып кетіпті. Тіпті иықпен түйгеннен кейін қарусыз қалып қойған. Ал осы кәрі ағай мықты. Қолымен де, аяғымен де барлығында оңаймен шашып тастай алады. Оған жабылып баратқан дұшпандар үшін ең қорқыныштысы, ол өзінің көзілдіріктерін дұрыстаған сәтте. Ал егер ол көзілдіріктерін шешіп тастаса, болды, біттіңдер деген сөз. Және ол аяғымен қалай тарсылдайтынын көргенде, мен оны менің жоғарымдағы пәтерде тұратын көршім ба деп ойлап қалдым. Үндістік матрицаға қараңдар. Олар дейтін дәлме-дәл матрицаны қайталаған. Және осы күлкілі әрі масқара сәтті қарай көріңіздер. Ол жардың үстімен жүгіріп баратқан сәтте, оның аяқтары тайып жатыр. Сингам деген фильм үндіс фильмдердің ең масқара әрі күлкілі фильмдердің бірі. Ол көшеде тұрған шамды бір қолымен жолып алып, кетіп баратқан машинаны қуып жетіп, тентек балаларды шаммен шашып тастайды. Маған ең ұнайтын сәт ол Голливудтағы Брюс Уильямс сияқты машинасынан шыққан сәт. Осы фильмде ат шабуы көрсетілген. Бір түсініксіз сәт бар. Кафенің ішінде адам өтетін жерлерде неге әйнектерді толтырып тастаған екен? Осыған қараңдар, басты кейіпкер жылқылардан қашып барадыр. Негізі осы фильмнің көрініс сәттері аңызға айналып кетіпті. Қараңдар. 95 жылдары Үндістандағы фильмдерде арнайы эффекттер болған жоқ. Сондықтан олар қалай болса да осындай қалыпты шешуге тырысты.
Естеріңде бар ма, балашақ кезімізде велосипедтің алдын көтеру үшін біз рульді тартып жүрдік. Осы фильмнің кейіпкері рульді тартып машинамен ұшып жүр. Сізді жан-жақтан трактормен қоршаса не істеу керек екенін білесіз ба? Дұрыс, дрифт жасап оларға балшық шашу керек. Осы жақында 2017 жылы Үндістанда бір фильм шыққан. Онда әрбір көріністе қызық сәттері бар. Мысалы, олар үлкен сарайға шабуылды пальмалар арқылы жасаған. Рубите! Осы видео сізге ұнады ма? Олай болса лайк басыңдар. Алда мен американдық кинолардың ақымақ міндетті үлгілерін көрсетемін. Сондықтан менің арнама жазылыңыздар да сол видеоны күтіңдер.